Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз химия пәнінен 2-тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларымен танысатын боламыз. Олай болса, тапсырмаға көшейік. Табиғи отындар туралы дұрыс тұжырымдамаларды көрсетіңіз. Табиғи отын жану үшін өте көп энергия қажет. Бұл процесс эндотермиялық деп аталады. Табиғи отындар жанған кезде көп энергия бөліп шығарады, және бұл процесс экзотермиялық процесске жатады. Табиғи отын жану үшін өте көп энергия қажет, және бұл процесс экзотермиялық деп аталады. Бұл жерде дұрыс жауабы В тек 2. Келесі тапсырма. Массасы 2,2 грамм көмірқышқыл газының зат мөлшерін есептеңіз. Так. CO2 есептеп алайық. Тең 12 қосылған 32 да 44 грамм моль болады. Енді зат мөлшерін табу үшін масса бөлінген молярлық масса. Массамыз 2,2 грамм 44 грамм моль. Бұл жерде грамм мен грамм қысқарады. 2,2-ні 44-ке бөлгенде 0,05 моль шығады. Бұнда дұрыс жауабы А екен. Келесі тапсырма. Массасы 7 грамм иіс газының зат мөлшерін және құрылымдық бөлшектер санын есептеңіз. Иіс газының зат мөлшерін. Зат мөлшері N тең масса бөлінген молярлық масса 7 грамм МСО-ны табайық. 12 қосу 16. Сонда береді 28. 7 граммды бөлеміз 28 грамм мольге. Сол кезде 0,125 моль шығады. Мына жерде грамм мен грамм қысқарады, моль шығады. Енді құрылымды бөлшектер саны. N-ді табу үшін біз N-ді көбейтеміз N-аға. 0,125 мольді көбейтемін. N-амыз біздің 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Так, сол кезде біздің мына жерде 1,506 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі шығарады. Сонда мынау жауабы және мынау болады. Келесі. Авогадро заңын толықтырып жазыңыз. Тұрақты қысым мен температура әр газдардың бір молі бірдей көлем алады. Келесі тапсырма. Зат мөлшері 1,5 мольге тең оттегі озон сутек газдарын қалыпты жағдайда айырылатын көлемін есептеңіз. 1,5 моль және көлем. Көлем табу үшін бізде ВМ-ді көбейтеміз N-ге. 22,4 литр моль көбейтілген 1,5 моль. Моль мен моль қысқарады. 33,6 литр шығады. Үшеуінде де осындай шығады. Оттекпен де, озонмен де, сутек газымен де осындай қалыпты жағдайда осылай түзіледі. Келесі тапсырма бізде көмірсутек отындар жануына байланысты оттектің жетуі немесе жетіспеуі су және әртүрлі өнімдер түзіледі. Енді көмірсутектер жанған кезде судан басқа түзілетін өнімдерді жазыңыз. Шала жану кезінде иіс газы, моноксид деп атайды. Толық жану өнімі ол бізде көмір қышқыл газы, судан басқа көмір
қышқыл газы. Келесі тапсырма, суретте зат күйінің бір күйден екінші күйге ауысуы көрсетілген. Ол кезде зат күйі олардың арасындағы энергия өзгерісін бөлшектер теориясы тұрғысынан түсіндіріңіз. Мен мына жерде сөздерді былай қысқартайын. Қатты, қаттыдан сұйыққа, сұйықтан газға. Газ күйіне өту үшін бөлшектер арасындағы байланыс үзілу қажет. Үзілу қажет. Енді қайтадан газ, сұйық, одан кейін қатты күйде байланыстар түзілу қажет. Байланыстар түзілуі қажет. Келесі тапсырма, озон қабаты жер шары үшін маңызды рөл атқарады. Озон қабаты жерді күн сәулесінен тікелей түсетін ультракүлгін сәулелерден күн радиациясынан қорғап, жер бетіне тіршіліктің жалғасуына әсер етіп тұрады. Озон қабатының бұзылуына әкелетін екі факторды көрсетіңіз. Ол бірінші хлор органикалық қосылыстар бізде. Хлор органикалық қосылыстар. Органикалық қосылыстар. Екінші көліктен шығатын газдар. Көліктен шығатын газдар. Озон қабаты бұзылған жағдайда бұл жерде тері аурулары көбейеді. Тері аурулары көбейеді. Келесі тапсырма, зертханада көлемі 5,6 литр көмір қышқылын алу қажет. Ең бірінші тұз қышқылына әрекет ететін кальций карбонатының массасын есептеңіз. Осы кезде түзілетін тұздың зат мөлшерін есептеп жазыңыз. Енді бірінші тұз қышқылы мен кальций карбонатын әрекеттестіреміз. Кальций СО3, сол кезде бізде түзіледі кальций хлор 2, H2O және көмір қышқыл газы. Енді бізде мына жерде X болады. Мына жерде 5,6 литр берілген көмір қышқыл газы 22,4 литр. Мына жерде 100 грамм деп аламыз. Себебі кальций карбонаты массасы 100 граммға, малярлық массасы 100 граммға тең. Осы жерден табамыз. Масса кальций СО3 тең болады. 100-ді көбейтеміз 5,6 литрға. Мына жерде 22,4 литрға. Сол кезде литр мен литр қысқарып кетеді. Мына жерде 100 грамм, 25 грамм шығады екен. Енді бұл жерде А
жағдайын қарастырдық. Енді Б жағдайы. Осы кезде түзілген тұздың зат мөлшерін есептейміз. N кальций хлор 2 тең. Так, мына жерде 1 көбейтілген 5,6 литр бөлінген 22,4 литр. Сонда мына жерде түзіледі 0,25 моль шығады. Келесі тапсырма. Суретте сутегінің химиялық қасиеттерінің бірі көрсетілген. Мыс оксиді сутегімен әрекеттескен кезде сутегі қандай қасиет көрсететінін жазыңыз. Так, ол кезде тотық сыздандырғыш қасиет көрсетеді ол кезде. Келесі, суретте зертханада сутек газын алу көрсетілген. Сутек газын алу үшін қажетті реагентті жазыңыз. Міндетті түрде орташа белсенді металл және сұйытылған қышқыл болу керек. Сұйытылған қышқыл. Енді суретте сутегін жинау үшін сутегінің қандай физикалық қасиеті қолданылып тұрғанын жазыңыз. Ол суда ерімейтіндігі. Келесі тапсырма. Оттек зертханада емес үйде қолжетім болып табатын реагентті жазыңыз. Жауабы сутегі пероксиді жағдайында. Формуласы H2O2. Келесі тапсырма. Калий перманганатын ыдыратып, оттек газын алатын және ауаны ығыстырып жинап болатын қондырғының суретін салыңыз дейді. Так, 2 калий марганец O4 ыдыратамыз. Сол кезде калий 2 марганец O4 марганец O2 және оттек газ түзіледі. Мына жерге мен салып қойдым, яғни күкірт қышқылын, мына жерде мырыш бар штативтің ішінде, сынауықтың ішінде мырыш, оған күкірт қышқылын қосып, яғни төңкеру арқылы біз сутек газын жинап аламыз. Келесі, калий перманганатының айырылу реакциясын жазыңыз. Жоғарыда жазып қойдық. 2 калий марганец O4, калий 2 марганец O4, қосылған марганец O2 және оттек газы. Оттек қолданатын салалардың біреуін жазыңыз. Ол бізде медицина саласында.